Құпиялы әлем каналына қош келдіңіз. Құпияға толы әр оқиғаны жіберіп алмас үшін каналыма жазылыңыз. Пікір жазыңыз, бөлісіңіз. Подписка мен лайк каналдың дамуына үлес қосады. Жайғасып отырыңыз. Бұл оқиға сізге арналады. Тұман арасындағы ұрлық. Таңғы салқын әлі тарқамаған шақта, инспектор Рафаэл Коста қара түсті көлігімен Сера-Верде қаласына кіріп келе жатты. Атлант мұхитының жағасындағы бұл бразилиялық шағын қала әдетте туристердің күлкісі мен самал желге араласқан кофе иісіне толы болушы еді. Бірақ бүгін аспан қорғасындай ауыр тартып, мұхит үстінен қою тұман жылжып келе жатты. Тау жотасының етегімен ирелеңдеген тар жол дымқыл тастардың арасымен төмен түсетін. Төменде сұрғылт толқындар жартастарды ұрып, көбігін аспанға шашып жатты. Рафаэл терезеден сыртқа бір сәт үнсіз қарап отырды. Ол теңіз жағасындағы қалаларды ұнатпайтын. Мұндай жерлерде адамдар тым әдемі өмір сүретіндей көрінеді. Ал шындық әрқашан сол әдеміліктің астына жасырынатын. GPS оны ескі кварталға алып келді. Тар көшелердегі португал стиліндегі түрлі түсті үйлердің қабырғалары жаңбырдан қарайып кеткен. Көлік Санта-Лузия алаңына тоқтағанда, шіркеу қоңырауы алыстан баяу ғана үн қатты. Алаң бұрышында Диаманте Азуль атты зергерлік бутик тұреді. Әйнек есіктердің ар жағындағы жарық әлсіз жанып тұр. Кіреберісте 2 полиция қызметкері мен ашулы ер адам күтіп тұрған. Сеньор Энрике Алмейда, бутиктің иесі, деді жергілікті полиция бастығы Луис Таварес. Энрикенің қымбат костюмның жағасы ұқыпсыз ашылып кеткен, көзі қызарып тұр. Ол телефоннан баса алмай сөйлеп, әр сөз сайын дауысын көтеріп қояды. 3 сағаттан бері адвокаттар мен сақтандыру компаниясы мазалап жатыр, деді Таварес бәсең үнмен. Рафаэл мысқылдай жымиып қойды. Демек, зергерліктен бұрын ақша үшін қорқып тұр. Бутиктің ішіне кіргенде салқын ауа мен қымбат әтірдің иісі сезілді. Ақ мәрмәриден, алтын түсті шамдар, барқыт төселген витриналар бәрі тым мінсіз еді. Бірақ бір бұрыштағы үлкен витрина қирап қалған. Сынған әйнектің ұсақ бөлшектері еденде жұлдыздай шашылып жатты. «Не жоғалды?» деп сұрады Рафаэл қолғап киіп жатып. «Сирек коллекция», деді Таварес. «Алқалар, сақиналар, білезіктер, жалпы құны шамамен 800 мың реал». Бақылау камерасындағы бейне анық емес болатын. Бетіне маска таққан ер адам қызметтік есік арқылы кіріп, 7 минут ішінде бәрін алып кеткен. 7 минут. Рафаэл бейнені үнсіз бірнеше рет қайталап көрді. Ол ішкі системаны және дабыл кодын жақсы білген, деді ақанда. Сырттан жаңбыр суынан суланған арық мысық кіріп келіп, табалдырыққа отырды. Оның жасыл көздері бөлме ішін үнсіз бақылап тұрды. Рафаэл мысыққа бір қарап, қайтадан витринаға назар аударды. Қызметкерлер кімдер? 3 екен. Менеджер Паулу Мендес, жасы 50-ге таяған, жүйкесі тез сыр беретін адам. Кассир Диего Фернандес, тұйық мінезді, жалғыз тұратын жігіт. Кеңесші Камила Суарес, 27 жаста. Сол күні түсте Рафаэл алаңдағы шағын кафеде қара кофе ішіп отырып, олардың істерін қарап шықты. Паулу көп сөйледі, дауысы дірілдеп тұрды. Ол сол түні отбасымен бірге болғанын айтып, фотолар көрсетті. Диего көзге тіке қарамай жауап берді. Үйде жалғыз футбол көргенін айтты. Ал Камила кірген сәтте бөлме іші өзгере қалғандай болды. Ол қарапайым ақ көйлек киіп келген, қара шашын жинап қойған. Бірақ көзіндегі терең шашау бірден байқалатын. Кеше кешкі 9 бен 11-дің арасында қайда болдыңыз? деп сұрады Рафаэл. Рио-де-Жанейродағы ауруханада. Ағама барғанмын. Дауысы тыныш шықты. Бірақ соңғы сөзінде ішке жұтылған ауыр мұң сезілді. Ағасы жарты жылдан бері сирек кездесетін өкпе ауруымен күресіп жатқан. Операция үшін қыруар ақша қажет.
Сақтандыру оның аз ғана бөлігін өтейді. Рафаэл оның қолындағы жұқа күміс білезікке көз тоқтатты. Өте арзан. Бірақ ескіргеніне қарағанда қымбат естелік сияқты. Кешке қарай жаңа мәлімет келді. Банкомат камерасы Камиланы ұрлықтан кейін көп ұзамай Серра-Верденің ескі ауданынан түсіріп алған. Ал ауруханадағы тіркеу жалған болып шықты. Келесі күні таңертең Паулу Мендес өзі келді. Ол қатты қартайып кеткен адамдай көрінді. Мен оған кодты айттым, деді ол қарлығын күнмен. Бірнеше апта бұрын. Витриналарды жаңартамыз деді. Мен оның мұндайға баратынын ойламадым. Бөлме үшін ұзақ үнсіздік басты. Сөйтіп, бәрі анықталды. Камила Суарес ағасын аман алып қалу үшін қылмысқа барған. Ол бәрін алдын ала есептеген. Жалған жазбалар ұйымдастырған. Сырттан адам жалдап, ұрлықты 7 минут ішінде аяқтаған. Ол кінәлі еді. Заң алдында анық кінәлі. Бірақ сол кеште Рафаэл Коста мұхит жағасындағы террасада жалғыз отырды. Қою тұман су бетін баяу жауып бара жатты. Қолындағы темекі әлдеқашан сөніп қалған. Оның ойынан Камиланың көзіндегі шарасыздық кетпеді. Кейде адам өз жүрегін құтқару үшін жанын тыңдайды. Бұл оны кінәсіз демейді. Бірақ кейбір қылмыстардың артында қатыгездік емес, үмітсіздік тұрады. Ал мұхит болса, адам сырын ешқашан жарияламайтын кәрі куәгердей қараңғыда үнсіз шулап жатты. Рафаэл терең дем алды. Теңізден келген жел терезе пердесін баяу қозғалтты. Мен сізді қамауға аламын, деді ол ақырында. Бірақ прокурорға бәрін айтамын. Ағаңыздың жағдайында, мотивіңізді де. Камила көзін төмен түсірді. Рахмет, инспектор. Сосын әлсіз жымиып қойды. Мен жасаған ісіме өкінбеймін, бірақ бір нәрседен қорқамын. Неден? Осындай әрекеттен кейін адам ішінде бір нәрсе өледі екен. Бөлме іші біраз уақыт үнсіз қалды. Полицейлер Камиланы алып кеткенде, Рафаэл терезе алдында ұзақ тұрды. Санта-Лузия алаңындағы күн сәулесі тас көшелерге төгіліп жатты. Камиланың қара бейнесі сол жарықтың ішіне сіңіп, біртіндеп алыстап бара жатты. Кешке қарай Энрике Алмейда бутигіне қайта келді. Бұл жолы оның жүзінде қобалжу емес, үміт бар еді. Сақтандыру ақшасы қашан төленеді? Деді ол кіре сала. Рафаэл оған ұзақ қарады. Сосын үстел үстіндегі папканы жапты. Төленбейді. Энрике орнында қатып қалды. Не? Тергеу барысында ұрлықтың ішкі ақпарат арқылы жасалғаны анықталды. Сонымен қатар, сіздің қаржылық жағдайыңызға байланысты сақтандыру компаниясы бөлек тексеру бастады. Энрикенің жүзі бір сәтте бозарып кетті. Бұл мүмкін емес. Кейде адам өзі құрған қақпанға өзі түседі, сеньор Алмейда. Рафаэл орнынан тұрып сыртқа шықты. Кешкі мұхит қара көк түске боялып бара жатты. Жағалауға соққан толқындар ежелгі тас қабырғаларды баяу ұратын. Ол кемексін тұтатып, алаң ортасындағы ескі субұрғаққа қарай жүрді. Іс ресми түрде жабылды. Камила Суарес кінәлі деп танылды. Бірақ Рафаэл Коста үшін кейбір істер ешқашан толық аяқталмайтын. Өйткені заң адамның әрекетін ғана соттайды. Ал өмір кейде адамның жанын үкімсіз-ақ сындырып үлгереді. Серра-Верденің үстіне кешкі тұман қайтадан баяу түсе бастады. Ал мұхит ғасырлар бойы барлық құпияны үнсіз сақтап келген кәрі куәгердей қараңғылық ішінде баяу тыныстап жатты. Оқиғаның соны. Аудио әңгіме ұнаса, каналға жазылып, лайк басып отырыңыз. Келесі шығарма бұдан да қызықты болмақ.